бердік. Бұл видеоны жазуға тура келет. Жазып алайын. Менің оқушыларым қосылып жатса, 7 оқушым бар, өзімнің және барша Қазақстанда барлық оқушыларға және жетіген үйренем деген өнерпаздар, музыканттар болса, барлығына қош қайырлы күн дегім келеді. Так, онда бастайық. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жетіген аспабында орындаушылық ерекшелік. Бұл жерде ең басты қозғалатын әңгімеміз, біздің тақырыбымыз, яғни аспаптың техникалық орындаушылық ерекшеліктері және қалай дайындалу керек, дайындалу талаптары, дайындалу тәртіптері, содан кейін барып күйді қалай талдау керек, яғни күй болсын, шығарма болсын, әндер болсын, қалай талдау керек. Ол үшін бастамас бұрын ең алдымен мен бір композиция шығарма орындап берейін сіздерге. Баршаларыңызға сәлем. Бұл шығарма, авторлық шығарма, нөсер деген шығарма. Бұл жерде айтайын дегенім, қазіргі кезде жетіген аспабы біршама техникалық дамудан өтіп жатыр. Орындаушылық жағынан болсын, аспапты жасау, шеберлердің әртүрлі әдіс тәсілдемесіне сүйеніп, әртүрлі аспаптар жасап жатыр. Бұл бізге әрине қуантарлық жағдай. Енді оқушыларға сабақ бастамас бұрын бізде мына жақта кішкене құлағымызды келтіріп алайық. Әртүрлі тональдіктер әртүрлі болғандықтан әр үйге біз әртүрлі бұрау келтіреміз.
Так, оқушыларым барлығы бар ма екен? Көріп алайын. Енді жетіген аспабының орындаушылық ерекшелігі ең алғашқы бізде оқушыға үйрететін әдістеріміз ол дыбысты таза алу. Яғни дыбыс алу ерекшелігіміз бұл аспапта өте қарапайым, аса қиындығы жоқ. Кез келген адам үйрене алады. Нота білетін, нота білмейтін, музыкалық сауаты бар, сауаты жоқ, барлық адамдар үйрене алады. Ол жағынан қиындық жоқ. Бізде бірінші орындау әдістеріне сүйенсек, бірінші теріп ойнайтын әдістер. Ол қандай? Жетіген сіздерге көрініп тұрса, көрмесек сәл алдыға отырайын. Ең бірінші теріп ойнау әдісі біздің оң қолмен және сол қолдың алма-кезек саусақтардың алма-кезек орналасуы. Бұл жерде біз тек күйде ғана емес, әнде де қолданамыз. Мысал ретінде әнді орындап көрсетейін сіздерге. Кез келген әнде қолданады ол. Лирикалық болсын, мажорлық болсын, минорлық болсын. Бұл теріп ойнау әдісі кең таралған әдістердің бірі жетігенде. Көпшіліктің сұрауымен балапан қазы, балапан қазы. Теріп ойнау әдісіне жатады. Бүкіл әндерді, барлық әндерді осы теріп ойнау әдісімен орындаймыз. Келесі ойнау әдісіміз аккордпен ойнау әдісі. Бұл аккордпен ойнау әдісі гусли сияқты, не болмаса канты деген аспаптар бар. Сол аспаптың кірісуімен, ойнау техникасының кірісуімен біз осы аспапқа енгіздік шыны керек. Бұл қарапайым, яғни 3 дауысты, 4 дауысты аккордпен ойнаймыз. Деген сияқты, яғни бұл жерде көбіне ансамбльде, не болмаса
болмаса кішігірім шағын триоларда, дуэттерде сүйемелдеу ретінде қолданады. Сонымен қатар шетелдің шығармаларында кездеседі. Аккордтық негізде орындалады. Өте қарапайым, ондай қиыншылығы жоқ. Енді аккордпен шертіп ойнау әдісі деген ол қалай? Аккордпен шертіп ойнау әдісі ол да гусли аспабынан енгізілген негізі. Бізде дәстүрлік әдістер негізі кварта квинталық бұрауда теріп ойнау әдісіне көбіне келеді. Және домбырамен шертіп ойнау әдісі, аккордпен шертіп ойнау әдісі, мысалы яғни оң қолды көрсетсем, оң қолда шертіп ойналады. Домбыраның шертіп ойнау әдісі сияқты, бірақ тек бас бармақпен қана, бас бармақпен. Және соқ-саусақпен. Домбырада егер былай орындалса, жетігенде былай орындалады. Горизонталный түрде жетіген қалай жатыр, солай орындалады. Сіздерге көрнекті болу үшін мен сәл былай ойнап көрсетейін. Қолым көрнекті болу үшін. Және гуслида негізетін біздің әдісіміз мысалы күйлерде орындалса болады. Мысалы шетелдік шығармалар ойнаған кезде мысалы. Бұл жерде яғни ойнамайтын шектерді басып тұрамыз да, оң қолмен ойнайтын шектерді ғана ойнаймыз. Бұл домбыраның қағысы сияқты, бірақ тек жетігеннің горизонталдық негізіне сүйеніп ойнайды. Бұндай әдістер барлық шығармаларда кездеседі, кейбір шетел шығармаларын ойнайтын жетігеншілер болса. Негізі ойнау әдістері өте көп. Ең негізгі осы үш әдісті бүгін сіздерге айтайын деп келдім. Сол теріп ойнау әдісі, және аккордпен ойнау, және аккордпен шертіп ойнау әдістері. Сондай-ақ әшекей ретінде көптеген глиссандалық жетігенге қолданатын, сосын флажолета. Флажолета, әртүрлі прием дейміз ғой, әшекейлеу жетігенде қолданыла береді. Ол жаңағы шығарманы ойнайтын орындаушының өзінің фантазиясына байланысты, талғамына байланысты, және орындаушылық мәнерді көрсету соған байланысты болып келеді. Сонымен қатар енді мысалы домбыра күйлеріне алатын болсақ, кейде біз ұрып ойнау тәсілдерін қолданамыз. Мысалы оң қолмен ойнап отырамыз, мұнан тек ритм ретінде ұрып ойнаймыз. Ұрып ойнау тәсілі дейді, ол жаңадан енгізілген тәсілдердің бірі. Арнайы шығармалар жазып, аспаптың мүмкіншілігін байытып көрсету үшін арналған. Және енді бір тәсіл, ол жаңағы біздің осы жетігеннің негізі көне бұрауда орындалатын. Көне бұрау дегеніміз не? Жетігенде, яғни екі бұраумен орындалады.
яғни бірінші диатоникалық бұрауда, яғни жетігеннің ортасына дейін екі октавалық диатоникалық бұрауда, және жетігеннің арғарда бұл жерде квартал-пенталық бұраудына орындалады. Квартал-пенталық бұрау дегеніміз ол көне түркі заманынан келе жатқан біздің теріс бұрау дейді ғой, домбырада теріс бұрауда болса, бізде квартал-пенталық көне бұрау деп аталады. Бұл жерде көне күйлерді орындаймыз. Дыбысы өзінде бір ерекшеліктер бар, өзінің әдемі дауыс мысалы. Ойнау тәсілі сол қолда басу арқылы орындалады, мына жерде. Бұл көркемдік үшін. Дұрыс көрнекті болу үшін оң қолда бұл жерде тек қана 3 қана саусақпен ғана орындалады. Мынау 4-ші, 5-ші саусақ тіреуіш ретінде ғана орындалады. 3 саусақпен ғана орындаймыз. Немесе шерді ойнаған кезде былай. Яғни бұл жерде өзіндік бір орындаушылық ерекшелігі өте әдемі және көнелікті бейнелейтін бір сондай бір ерекше техникалық әдіс десек те болады. Енді осы сонымен қатар біз жетіген аспабында орындайтын тағы бір ерекшелік, яғни дайындалу талаптары. Көп оқушылар кез келген аспапта болсын дайындалу кезінде тек қана бірінші этабында ғана тоқтап қалады. Шыны керек, музыканттардың көбісін байқадым, яғни сабақ үйреніп жүрген оқушылардың. Олар жаңағы тек қана бірінші этап текстін үйренеді. Текстін үйренгеннен кейін сонымен ғана тоқтап қалады. Яғни динамикасын фортепиано жасау мүмкін, бірақ ары қарата шығарманы жандандыруға сәл кішкене уақыт бөлмей ма, жоқ әлде онымен жұмыс жасауға ерінеді. Негізгі бар дайындық сол екінші этаптан басталады. Себебі тек қана мәтінді жаттау бұл жұмыстың жартысы десе болады. Мысалы жетігенде де тура сондай. Көбісі мысалы кез келген бір шығарманы алайық, қазір талдап. Біркеншек, көбіне жетігенде біркеншекті орындайды ғой. Біркеншекті жаттайды мысалы. Толымен жаттайды. Содан кейін барлығын автоматты түрде орындай бастайды. Қайтадан орындайды, техникалық мүмкіншілігін жаттаса жаттайды, бірақ қайтадан сол этапта жүреді. Екінші этап бізде негізі ол жетігенге қарамай орындау. Яғни мына саусақтарымыз жетігенді толығымен сезу керек. Себебі бізде домбыра сияқты емес, екі қана шек, және оны орындаушы өзі толық сезе алады, қай жерде орындауды, пернелерді. Бізде бірнеше шек болғаннан кейін кейде біз шатасып қаламыз, былай қай жерде до, қай жерде ми, қай жерде ре деп іздеп жүреді. Сол үшін біздің саусақтарымыз жаттау керек, қай жерде орналасып тұрған. Сол үшін біз дайындық барысында екінші этапқа өту үшін не қараңғыда дайындаламыз, не болмаса біз қайда дайындаламыз? Көзімізді байлаймыз, не болмаса қарамай ойнауға тырысамыз жетігенге. Ол үшін былай ойнау керек. Қарамауға тырысамыз.
алмай жатсаңыз табуға тырысу керек. Таба алмай жатсаңыз, ляның орнына сиға түсіп кетсеңіз, сидің орнына ля түсіп кетсеңіз, іздеп барынша саусақпен тырысу керек. Әбден жаттап болғаннан кейін, толық жаттап болғаннан кейін ғана біз музыкалық фразалыққа көшеміз. Мысалы, музыкалық фразалық дегеніміз не болады? Яғни фортепиано оны өз алдына кете береді. Яғни сөйлеммен дайындаламыз. Музыкалық тілде сөйлем болады. Біз сөйлеген кезде әрқайсымыз өзіміз сөйлеммен сөйлейміз. Сол сияқты бізде эмоция болады. Бұл жерде де шығармада да эмоция болады, сөйлем болады. Сөйлемді дұрыстау керек. Яғни нота кезінде талдаймыз. Сөйлем қай жерден басталады, қай жерден бітеді. Яғни бұл сөйлем қандай сөйлем? Сұраулы сөйлем ба, лепті сөйлем ба, хабарлы сөйлем ба, сол сияқты музыкалық сөйлем болады. Мысалы, бір ғана фраза, сосын барып мынау жауап. Келесі мынау уже кішкене қуаныштың белгісі бар, бір эмоцияны байқалайды. Нүктелі сөйлем, аяқтау фраза. Соның барлығын белгілеу керек. Ол өте маңызды. Себебі бастан аяқ ойнай берген ол шығармаға жатпайды, музыкалық шығармаға жатпайды. Ол музыка емес болып саналады. Ол тек қана, қалай айтсам екен, мәтін, техникалық мәтін дей ма? Сондай болып саналады. Сол үшін мұғаліммен отырып талдау керек. Мынау қандай сөйлем, мынаған не істеу керек? Эмоцияны жоғарылату керек па, төмен түсіру керек па, мысалы, сосын бұл жерде тек қана бір қалыпты жүреді. Көбісі оқушылардың байқаймын, көбісі солай ойнайды. Бір-бірінен айырмашылығы жоқ. Және бөлек дыбыстар бөлек естіледі. Ана жерде мынау ең негізгі дыбыс болады да, қалғандары қосалқы дыбыс. Негізгі дыбыс пен қосалқы дыбысты айыра білу керек. Негізгі әуенді өте мәнерлеп ойнау керек. Көбісі бұлай ойнайды. Бөлек болуы керек, яғни қосалқы дыбыспен негізгі дыбысты айыра білу керек. Бұл жерде басты айтайын дегенім осы. Келесі аспапқа қарамай орындауды айттым. Музыкалық сөйлем, динамика, темп, еркін және өзі еркін шығармашылық шеберлікті адам өзі әр орындаушы өзіне қарай, дайындығына қарай жұмыс жасайды. Күй талдауда бірінші анализге қараймыз, оны өздеріңіз білесіздер, бұрауға қараймыз, содан кейін қандай техникалық қолдану әдістерін қолдануға болады. Оны әр жетігенші өздері шешеді. Негізгі жалпы бұл мастер-классымыз, қысқаша мастер-классымыз бүгінше аяқталды. Егер қандай да бір сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде дайректке жазыңыздар. Не болмаса, YouTube каналындағы сұрақтар қоятын комментарийға жазсаңыздар болады. Бүгінше сабағымыз бітті. Барлық оқушыларға мен тапсырманы өзім жекеге хабарлап жазып беремін программаларды.